Сіз артық салмақтан арылғыңыз келе ме? Онда біздің таңғы ас сіз үшін. Сәлем достар. Біз бүгін ірімшіктен жасалатын таңғы ас жасайтын боламыз. Не болмаса сырник деп аталады. Ол үшін бізге 200 грамм ірімшік, 40 грамм күріш ұны, 1 жұмыртқа, қопсытқыш және қант алмастырушы, не болмаса алдыңызда көріп тұрғандай просфит деген арықтауға арналған қант қажет болады. Барлығын араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылайша жақсылап майдалап араластырып аламыз. Келесі кезекте әдемілеп формаға келтіреміз, домалақтап. Осындай етіп домалақ жасап аламыз. Бізге біраз ұн және де осындай стакан керек болады. Осындай домалақ жасаған кезде ірімшік қолыңызға жабыспасын десеңіз, қолыңызды сулап алсаңыз болады. Және де бұл пайдалы тағам болғаннан кейін, және де салмақ тастау үшін жасалып отырған таңғы ас болғандықтан, бұны майсыз табаға қуыратын боламыз. Осылайша тефлоны бар табаға салып қуырамыз екі жағынан. Егер де осындай таба болмаса, астына пергамент қағазын салсаңыз болады. Онда сіздің ірімшігіңіз табаға жабыспайтын болады. Қақпағын жауып, астын сәл азайтып 5 минут тосамыз. Міне достар, біздің де таңғы асымыз дайын болды. Ас болсын. Осындай пайдалы тағамдар менің каналымнан көргіңіз келсе, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын.